Assalamu alaikum достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді капкейктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Капкейктер оңай және тез дайындалады. Ол үшін ең алдымен 5 жұмыртқаны ыдысымызға салып, миксердің ең аз жылдамдығымен араластырамыз. Және аз-аздан қантымызды салып, жұмыртқа 2 есе ұлғайғанша миксермен араластырып отырамыз. Достар, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Және менің жаңа видеоларымды көріп тұру үшін қоңыраушаны басып, все батырмасын таңдап қойыңыз. Капкейктің толық рецептін астына описанияға қалдырам. Жұмыртқаның үстіне сүтті құямыз, майды құямыз. Және силиконды лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ұнға разрыхлительді салып, екеуін араластырамыз. Және жұмыртқалы массамыздың үстіне ұнды ситодан өткізе отырып салып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Ұнды бірнеше рет бөліп салу керек. Әйтпесе арасында ұндар араласпай қалуы мүмкін. Масса осындай сұйық болады. Оны кондитерлік қалташаға құйып алып, ыдыстарымызға құйып шығамыз. Алдын ала қыздырылған духовкаға капкейктерімізді салып пісіріп аламыз. Кремін жасаймыз. Кремге творожный сырды салып, оның үстіне сахарный пудраны салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне сливкиді құйып, тағыдай миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Креміміз қою болу керек. Қою болған кезде миксерді тоқтатамыз. Әйтпесе майы бөлініп, суы шығып кетеді. Кремді кондитерлік қалташаға салып аламыз. Қалташаның басында міндетті түрде насадка болу керек. Осылай капкейктердің бетін әрлеп шығамыз. Осы рецептпен капкейкті отбасыларыңызға жасап қуансаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Және оның нәтижесімен комментарийда бөлісіңіз. Дайын капкейктерді бір түнге тоңазытқышқа қалдырыңыз. Кремі сіңіп, жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Назгүл, назарларыңызға рахмет.